Менің арнама қош келдіңіз. Бүгінгі тыңдайтын шығармаларыңыз Ноғайбай шешенің бәйбішесі Әсел Байсейітқызы, Бүркітбаеваның өткен күндер қалған істер кітабынан үзінді. Жетісу өңірінде аты аңызға айналған, ел құрметпен есіне алатын қазақтың ару қыздарының бірі Әсел Байсейітқызы. Әсел атақты батыр Байсейіт Тойшыбекұлының артында қалған жалғыз тұяғы, жалғыз қызы. Әселдің анасы Қарақалпақ жұртының әйгілі батыры Құлышбайдың жалғыз қызы Апақай сұлу екен. Қоқан бегі Апақай сұлуды күшпен алмақ болғанда, Байсейіт батыр Апақай сұлуды және оның елін Қоқан бегінің шабуылынан қорғап, болашақ қайын жұртын аман алып қалған. Қазақ батырына разы болған қарақалпақтар Апақайды отаулап, Ботбай Байсейіт батырға ұзатқан. Кенен Әзірбаевтың естеліктеріндегі мәліметтерге қарағанда, Байсейіт батыр қайтыс болғанда Әсел 4-5 жасар бала болған. Әселдің шешесі Апақай Байсейіт батыр көз жұмғасын Қожағұл төреге тұрмысқа шығады да, жастай әкеден айырылған Әсел Тойшыбек батырдың үлкен ұлы Жанқожаның қолында өсіп тәрбиеленеді. Әсел бой жете келе ел жұртқа ақыл парасатымен, шешендік өнерімен танылады. Көркіне ақылы сай, мінезі сынық, кішіпейіл бой жеткен Әсел қазақ қырғыз жігіттерінің көз құртына айналады. Әсел 13 жасқа толғандақ айттырушылардың алды көріне бастайды. Жанқожа батыр айттырушыларға Әселімнің өзі біледі деп отырады екен. Әсел 16-ға толған шақта қазақ қырғызға танымал бола бастаған Ноғайбай Дәулетбекұлымен кездесіп, екі шешен тез ұғысып, тіл табысады да, ақыры бір-бірін көзбен көріп, іштей сезген екі жас бас қосуға сөз байласады. Тұмсықтыға шоқтырмай, қанаттыға қақтырмай аялап өсірген Әселі сұлудың Ноғайбайдай жігітті өмірлік жар ретінде таңдауына әке орнын жоқтатпаған Жанқожа батыр да қарсылық білдірмей, ақ батасын беріп, тойын жасап, жасаулатып, құтты орнына қондырады. Сөйтіп, Жетісу жерінде тағы бір отбасы, Әсел сұлу мен Ноғайбай бидің шаңырағы бой көтереді. Ноғайбай мен Әсел тату-тәтті тірлік кешіп, ел қатарлы өмір сүрсе де, олардың әр қадамы ылғи да көпшілік назарында болса керек. Ел арасында кең тараған олар туралы әңгімелердің ұрпақтан ұрпаққа жетуі осындай ойға жетелейді. Ел арасында таралған аңыз әңгімелердің бірінде айтылатын Әселдің тұрмысқа шығар алдында Ноғайбай биге қойған жалғыз шарты да қазақ қызының ақыл парасаты мен тектілігін айғақтай түскендей. Батыр әкесінің әруағын қастерлеп өскен ақылды қыз Ноғайбайдан ешқашан қырда жатқан әкесіне тіл тигізіп, боқтамауын талап етеді. Яғни сол заманда еркектердің ашу шақырғанда әйелдерін алты атасынан бастап түк қалдырмай сыбап алатын жаман қылықтарын қайталамауын алдын ала ескертіп қоюды жөн санайды. Әселдің Байсейіттей аруақты батырдың аяулы әкенің атына байқаусызда сұңқарын деп таңдап алған азаматының тілі тиіп кетіп, ыңғайсыз жағдайда қалмауын алдын ала ойлап, әрекет қылғаны байқалады. Әсел ондай қылықты көтер алмайтынын сезсе керек. Қыздың қатал шартын қабыл алған Ноғайбай ешқашан осындай қылыққа бармауға уәдесін береді. Әселдің тағы бір парасатты қыры жөнінде ақиық ақын Кенен Әзірбаев былай деп әңгімелейді. Ноғайбайдың ұл қыздары, келіндері әдепті, тәртіпті, бәрінің киім киесі, жүріс тұрысы, сыпайы сынықтығы, қонақ күту, кісі құрметтеулері өз алдына бір өзгеше болған. Осының бәрі асыл Әселден алған үлгілері деседі. Әсел мен Ноғайбай Белқожа, Әлімқожа, Сабырқожа және Алдашбек атты 4 ұлды болған. Әсел бәйбіше Ноғайбай бидің дәулеті мен даңқын арттыра түседі. Әселдің қонақты қарсы алуы, кісі күтуі, ас мәзірін әзірлеуі көпке өнеге болып, ел арасына тез тараған. Ел ішінде аңыз боп тараған әңгімелерінің бірі Ноғайбайдың Әсел бәйбішені сынауы. Әсел ақыл парасатымен де, сән салтанатымен де, алғыр білімділігімен де қай жағынан алса да Ноғайбаймен терезесі тең түскен аяулы жары, сенімді серігі болады. Алайда Ноғайбай Әселді үнемі сынап, қалжыңдап,
онымен өнер жарыстырып жүреді. Әсел одан аспаса кем түсіп көрген жоқты, деп әңгімелейді Кенен Әзірбаев. Ноғайбай бір күні Әселді сынамақ болып, өзі болмай қалса, Әсел көшті дұрыс ұйымдастыра ала ма екен деп, уезд бастықтары тексеруге шықты. Ауылды бүгіннен қалдырмай жайлауға көшір деп сәлемдем айтып жібереді. Құр сәлем айтып қана қоймай, өрістегі асау түйелерді мұрындықсыз, бидасыз айдатып жібереді. Ауыл-ауылдан арқан жіп іздетіп, Әселді бір абыржытып сынап көрмекші болады. Бірақ Әсел бәйбіше керек саттың ауырлығы жоқ дегендей, бір теңге ұсталмаған арқандар мен мұрындық болатын жібек жіптерді сақтап қойған екен. Соны дереу шығарып, асау түйелерді ұстатып, көшті сәні мен уақытылы жолға шығарады. Мұны көрген Ноғайбай жұбайының ұқыптылығы мен тапқырлығына, асқан тапқырлығына әбден риза болып, енді мұндай әзіл айтпауға уәдесін беріп, көшті кері қайтарған екен. Тағы бірде Ноғайбай Әселге өзінің тоқал алып келе жатқанын айтып хабар жібереді. Әсел бұл тосын оқиғаны алғаш ноқағының көп сынағының бірі шығар деп қабылдағанмен, ойланып, өзін өзі тежеп, сыр бермей, бөлек арнайы үй тіктіріп, тойғамына кірісіп кетеді. Ноқаңдар сұлу төрге жақындағанда парасаттылығын көрсетіп, ақ боз атына мініп, әдемі киімдерін киіп, өзі бастап қарсы шығады. Келінге алтын күмістен шашу шашады. Қарсы алған ақмайы аттан түсіп сәлем береді. Әсел маңдайынан сүйіп, ризашылықпен ақ батасын береді. Сөйтіп, ақыл парасатының арқасында ер азаматтың сағын сындырмай, сыннан мүдірмей өткен екен. Ұяда не көрсең ұшқанда соны ілерсің демекші. Әсел Байсейіт қызы әрқашан өзінің тектілігінен айнымай дүниеден өтіпті. Әселдей дананаға таң қалмасқа шара жоқ. Жақсының аты өшпейді деген осы емес пе?